қалайсыңдар? Мынандай энергетик ішетіндерің бар ма? Ана соцсетте, телевизорде, жаңалықта айтып жатады ғой. Мынандай энергетиктен біреудің жүрегі тоқтап қалыпты, жүрегі ісініп кетіпті, өліп қалыпты деп қаншама адамдар ескертіп жатыр. Ішпеңдер, өліп қаласыңдар, денсаулығың быт шыт болады деп. Тыңдамаңдар, ішіңдер. Ішкің келіп тұр ма? Іш. Тартып тұр ма? Іш. Магазинде энергетикпен су тұрды ма? Суды алмаңдар. Энергетик алыңдар. Ұйқың келді ма жолда? Энергетик алып ішіңдер. Аясыңдар ма жолдың денсаулығын? Ана біздің денеміз машина сияқты ғой, денсаулығымыз. Мысалға машинаға, моторға неше түрлі присадканы қоясың, әртүрлі майды қоясың, 76 мен жүресің, майды ауыстырмайсың. Не істейді мотор? Бір күні стук болады. Сол сияқты сендердің жүректерінде стук болады. Кем дегенде 10 жылға өмірлерің қысқарады. Ертең төсек тартып жатқан кезде ешкімге керек болмайсыңдар. Тума-туысқа да, достарыңа да ешкімге керек болмайсыңдар анаңнан басқа. Әрине, анаң болса сол. Ішкің келді ме? Іш. Басқаша айтуға келмейді енді. Тоқтата алмай жүрсіңдер өздеріңді. Давай, сау болыңдар.